Балалар, біз бұғанға дейін сөйленудің түрлері, олардың қолданылуын оқыған болатынбыз, қандай тапсырма берілді үйге, сөйленудің қандай түрлері бар екен? Кім айтады? Айта Сұлтан. Көптеген түрлері бар, Сөйлеулерге бізге асының көрінетін қияқ сөйлеулері. Яғни адамның көзіне көрінетін электромагниттік толқындарды айтамыз. Ол бізде адамның 400-700 нанометр аралығында диапазонында көрінеді. Яғни қай жерде сөйле шығып тұр, қай жерден түстер көрініп тұр, соның бәрін адамның көзіне көрінетін сөйлеулерді айтамыз. Яғни ол бізде көптеген қай жерден жарық шықты, жарықты айтамыз, немесе телефондағы, немесе телевизордағы дисплейді, немесе күн сөйлеулерін айта береміз. Сондықтан ол бізде көбінесе сымымен таралуда, шағылуда таралады. Жақсы, отыра ғой. Түсінікті ма балалар? Көрінетін жарық сәулесі. Тағы қандай жарық сәулелері бар екен? Мен боламын. Айта ғой. Сосын және де инфрақызыл сәулелер бар. Олар деген бізде күннен келетін сәулелер. Олардың жақшықтары және жаманшылықтары да бар. Оның жақшықтарына келсек, ол деген болса біздің жер шарын әртүрлі территорияларда әртүрлі деңгейде жылытады. Сосын су және де суды буландырады және су мен ауаны жүргізеді десек болады. Сосын жаманшылықтарға келсе, егер де инфрақызыл сәуледе ұзақ уақыт тұратын болсақ, то ағзаға деген қызуын, күйдіруін, сосын жүрек қан тамырларына кері әсерін беруі мүмкін. Оның алдын алу үшін ол деген өзін қалайды көлеңкеде тұру керек, және де бас киім кию керек, және де мөлшерде, керекті мөлшерде су ішу керек. Керекті мөлшерде отыра ғой. Келесі сәулеленудің түрлері. Келесі ультракүлгін сәулелер болып саналады. Ультракүлгін сәулелеріміз ол 410 нанометр толқын ұзындығына сәйкес келетін электромагниттік сәулелер. Бізде толқын ұзындығы қысқарған сайын оларды сіңіру күшейеді. Сондықтан 100 нанометрден кем сәулелер бізде толық ұсталады. Енді күн сияқты ғарыш денелер бізде ультракүлгін сәулелерді шығарады. Және сол ультракүлгін сәулелер бізде жер бетіне түседі. Сол жер бетіне түсетін сәулелердің біз 3 түрін қарастыруға боламыз. Оны біз А, Б, С деп айтамыз. Мысалы, А ультракүлгін сәуленің толқын ұзындығы бізде 400-320 нанометр болып табылады. Олар жерге түседі, өзінің фотохимиялық әсерін береді, теріні тоздырады. Ал Б ультракүлгін сәулелері ол бізде көбінесе озон қабатында сіңіп кетеді де, терге кері әсерін береді, яғни теріні олар қыздырады және тері обырына әсер етеді. Енді С ультракүлгін сәулелері ол бізде жерге жетпейді және атмосферада толық сіңіп кетеді. Енді ультракүлгін сәулелердің қолдану салаларына айта кетсек, олар бізде медицинада дезинфекция ретінде вирустарды, бактерияларды жоюға қолданылады. Өндірістерде материалдардың қатаюына, сондай-ақ бояу процестерінде витаминді синтезінің ынталдарына әсер етеді. Өте жақсы отыра ғой. Келесі сәулеленудің түрлері, үйренген сәулесі. Түрлері дегеніміз гамма сәулесі мен ультракүлгін сәулелерінің диапазонын қамтитын электромагниттік сәулелер болып табылады. Оны 1895 жылы Вильгельм Конрад Рентген ашты. Рентген сәулелері өте өтімді сәулелердің бірі болып табылады, себебі оның диапазоны гамма сәулелеріне өте жақын. Тіпті 10 сантиметрлік, қалыңдығы 10 сантиметр болатын алюминий пластинкадан осы рентген сәулесі ешқандай қиындықсыз өте алады. Рентген сәулелері бізде күнделікті қолданыста кең таралған, яғни бізде медицинада көп қолданылады. Бізде сүйектен рентген сәулесі өте алмағандықтан теріден өткен рентген сәулелері фотопленкаға түседі, яғни сүйек адамның ішкі сүйектері көрінеді, яғни осы арқылы адамның сынған жерін немесе ішкі ағзасының зақымдалған жерлерін көруге болады. Келесі балалар ары Келесі бізде радио толқындар. Бұл электромагниттік спектрдің ең ұзын толқынды түрі болып табылады. Оны басқаша айтқанда, оның энергиясы өте төмен болады, бірақ таралу қашықтығы өте ұзын деп айтсақ болады. Мысалы, кейде бізде радио толқындар бірнеше нанометрден, бірнеше миллиметрден, бірнеше километрге дейін жетуі мүмкін. Жалпы біздің күнделікті өмірімізде ол өте үлкен орын алады деп айтсақ болады. Ең бастысы бізде радио және теледидардағы хабарларды біз осы радио толқындар арқылы көреміз. Және оған қоса ұялы байланыс, Wi-Fi технологиясы және осы радиолокация бізде радио толқындар арқылы жұмыс істейді. Жақсы, отыра ғой. Жақсы, теледидар
басқа тағы да қалай байқауға болады? Айта алады. Камера және камера матрицалары болады. Олар қанша матрицалары сәуле санай тұрады. Олардың жұмысы магниттік сәулелерді қабылдауға негізделген олар матрица фотондарды қабылдап, олардан электр сигналды шығарады, айналдырады. Сондықтан бұл құрылғылардың жұмыс істеу принципі физикадағы сәуле шығару заңдылықтармен тікелей байланысты болып келеді. Жақсы, отыра ғой. Ары қарай балалар өтімділігіне қарай альфа, бета, гамма сәулелері бар, иә? Кім айтады осы жайлы? Альфа сәулесі бұл бізде радиоактивті ыдырау кезінде пайда болатын иондайтын сәуленудің түрі. Бұл сәулену бізде құрамын айта кететін болсақ, 2 протон және 2 нейтрон бөліктерінен тұрады. Сол себепті бұны біз гелийдің құрамымен теңестірсек болады. Қасиеттерін айта кететін болсақ, оң зарядталған, салыстырмалы түрде орта есептегі массаға ие және де жоғары жылдамдықты иондау қасиетіне ие сәуле болып табылады. Ал бірақ өтімділігі өте төмен болып саналады. Жай ғана кәдімгі ақпаратпен немесе адамның терісімен тоқтатуға болатын сәуленің түрі. Сол себепті адамның сыртқы ортадан түскен альфа сәулесі адамның ағзасына ешқандай әсер еткізбейді. Ал бірақ адамның ішкі ағзасына қарай тесттер арқылы кіріп кететін болса, онда іштегі тірі жасушаларға өте үлкен зардап тигізеді. Жақсы. Бета сәулелерінің келесі. Радиоактивті ядродан тұратын, яғни одан ұшып шығатын өте үлкен жылдамдықпен ұшып шығатын мөлшері болып табылады. Яғни электрон немесе позитрон деп аталады. Жалпы олар альфаға қарағанда өтімділігі төмен болып келеді, яғни қағаздан өтеді. Бірақ алюминий сияқты металдардан көп өте бермейді, яғни өтімділігі орташа болып келеді. Бірақ олар көбінесе бізде ядролық зерттеулерде, медицинада және де материалдарды тануда көмектеседі. Жақсы, отырады. Келесі сәулеленуіміз қандай екен? Гамма сәулесі. Гамма сәулелері бізде радиоактивті ыдырауға пайда болады, және олар пайда болған кезде гамма сәулелері өте қысқа уақыт, өте кішкентай уақытта ғана өзінің ісін жалғастырады, және де сол арқылы оның энергиясы өте көп болып табылады. Оның ұқсастықтарына біз инфрақұрылым сәулесін ұқсата аламыз, себебі олар бір-біріне өте қатты ұқсайды. Гамма сәулелері негізінен бізде қысқа арақашықтықта ғана жұмыс әрекет жасаса да, бірақ ол кез келген денеден өте алады. Ол бізде мысалға қорғасын ғана тоқтаталады, және де бетонның өте жоғары қабаты ғана тоқтаталады. Гамма сәулелері бізде табиғатта да кездесіп жатады. Табиғатта ол бізде ғарыштағы сәулелер болып табылады, немесе пульсар деген секілді жұлдыздардан пайда болуы мүмкін. Отыра ғой. Тағы бар ма екен сәулеленудің түрлері? Келесі нейтрон сәулесі. Ол зарядсыз нейтрондардан тұратын өте өтімді сәуле болып табылады. Ол ядролық реакторларда және кейбір радиоактивті элементтерде түзіледі. Заряд болмағандықтан заттармен әлсіз әрекеттеседі және өте терең еңбек алады. Ядролық реакциялар зерттеуінде материалдар талдауда және медициналық терапия түрлерінде кеңінен қолданылады. Жақсы, түсінікті ме балалар сәулеленудің түрлерін? Енді сабағымызды қорытындыласақ. Қорытындылай келе сәулелер негізі табиғатта бір жерден екінші жерге өзін тасымалдау құрылысы болып табылады. Яғни сәулелену оның негізгі түрлері де болады, яғни негізгі қызметтер де болады. Негізгі қызметтерін айта кетсем, яғни ол көрінетін жарық дегеніміз, яғни ол айналымды көруге болады. Яғни келесі бізде ультракүлгін дегеніміз ол биологиялық әсерін береді. Ал келесі ол Отыра. Енді балалар, жалпы осы сәулеленуді қорытындыласақ, Дамир айта ғой, жалпы не түсіндің? Сәулеленудің қандай түрлері бар, көбінде қай жерлерде қолданылады, айта ғой.
söyленүү дегенimiz олча электромагниттик чыгаруу процесс болуп табылады және оның өзі бірінші түрге бөлінеді. Айтып кеткендей, инфракызыл, ультракүлгін рентген және олардың өту қабілетіне байланысты альфа, бета және гамма сәулелері болып табылады. Ол бізде көптеген салаларда қолданылады. Мысалы, ультракүлгін сәулелерді айта кетсек, ол бізде адамның терісіне, яғни биологиялық әсер беретіндіктен ол бізде медицинада көп қолданылады. Рентген айтқанда тоже медицинада, яғни адамның ішіндегі бағана айтқандай сүйектерді, олардың зиян келгенін немесе бір радио толқындар және микротолқындар ол бізде бүкіл байланыс жүйелерін құрайды, сондықтан олар өте маңызды болып табылады. Жақсы. Марика, айтады. Жалпы не түсінікті бүгінгі сәулелену бойынша, қолданылу бойынша, таралу бойынша? Арсеннің өз орындардың қызметі бар, айта кеткендей. Сәулелер бізде көрінетін жарық, жалпы бізге айналаны көруге көмектеседі. Біз атап өткен әрбір сәулелену түрді өзінің жалпы беретін определенный бір қызметі бар болады. Және Дамир айтып шыққандай, оған қоса бізде нуклеидтік сәулелер, демек альфа, бета және нейтрон сәулелер бар. Олар жалпы ядролық процестерден пайда болады да, бүкіл бізде зерттеу және технологияда маңызды рөл атқарады деп айтсақ болады. Жақсы. Сұлтан, тағы да не айта аламыз бүгінгі тақырып бойынша? Жалпы айтып кеткенде, жаңа менің достарым айтып кеткендей, сәулелер бізде күнделікті өмірде қолданылады. Ол бізге көруге міндетті түрде көмектеседі. Жаңа біздің күнделікті өмір сүріп жатқан тіршілігімізде жаңағы қолданып жатқан медицина саласында әсіресе кеңінен қолданып жатқан көрдік. Яғни ол бізде жаңа рентген сәулесі, ультракүлгін сәулесі, жаңа рентген сәулесі адамның іш құрылысындағы сүйекті, оның зақымдарын анықтап беретінін біз жаңа білдік. Осылайша қорытындылап кеткенде, сәулелер біздің өмірімізде ең керекті құбылысты айтамыз. Жақсы, отыра ғой. Түсінікті ма балалар? Жалпы сәулелену жай барлығы түсінікті болса, назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар. Сау болыңдар.